Ағайын кімсің деме оралманбыз, көк туына тамызып көздің жасын сағынышпен сарыққа мол арманбыз. Қазақстан бір жаным садағаң деп жас отанға жармаса оралғанбыз. Бір өкінішім, халықаралық жарыста қазақ елінің намысын қорғай алмадым деген Мұстафа Өзтүріктің өзі бір қазақ үшін не тұрады. Әлемге әйгілі тұлға, таеквондодан 6-дан иегері Мұстафа Қазақстанға 90-шы жылы келген еді. Жоғары оқу орнын журналист мамандығы бойынша ағылшын тілінде бітіріп, Қазақстанда таеквондо мектебін ашқан Мұстафаның ұлтжандылығы сонша, өз шәкірттеріне жаттығу барысында тек қазақша сөйлеңдер дейтін. Қытайдың Құлжа қаласынан келіп, дүние жүзін бұлбұлдай даусымен тамсандырған Майра Мұхаммед-қызы дәл қазір Алматыда. Ол 2003 жылы келісім шартпен Парижде 7 жыл болып келген еді. 2008 жылы Бейжің төрінде алтын медальды қанжығаға байлап, қазақтың туын көкте желбіреткен Бақыт Сәрсекбаев та елге оралған ағайынның қатарынан. Өзбекстаннан келген қазақтың чемпионы, бірінші дәрежелі барыс орденінің иегері, күллі әлемдегі спорт жанкүйерін қазақтың әнұранына құлақ түргізуден асқан бақыт жоқ деген болатын. Елге қайтқан қазақтардың арасынан тек жеке тұлғалар ғана шыққан жоқ. Сонымен қатар қазақтың ұмытылып бара жатқан мәдениеті мен салт дәстүрі де оралды. Қандас ағайыннан олигарх шықпаса да, Қазақстанда орта кәсіпті дамытты. Шетелдегі 5 миллион қазақпен арадағы алтын көпірге айналды. Бүгінде ұлттық биге айналған Қаражорға биінде қайта жаңғыртқан осы қандас ағайындар еді. Туған жердің топырағын аңсап келген 1 миллион қазақ Қазақстанға не берді дегендерге жауап